Әкелеріміз үйге ащы судан ұрттап келген кезде дәл осындай жиналыстар жасайтын еді. Айбек, Жазира, Нариман жиналыңдаршы жеке бәрін. Болды, қоям бәрін. Ертең бұйырса мына жерден магазин салам ба деп отырмын. Бұйырса байымыз бәріміз. Айгүл, сөйлесіп жүрген жігітің бар ма? Айтшы маған. Папа, қойшы осындай. Үйге әкел, біз танысайық. Ұнаса артынан ертіп жіберейін соның сен. Дүркіретіп тұрып ресторанға тойын жасап берем мен дейтін. Айбек, қайда оқығың келеді? Айтшы маған. Алматы ма? Жүрем Алматыға. Жазира, не? Рахмет саған. Маған осылай шыдап келе жатқанға рахмет саған. Иә. Мен өзімді жалпы жақсы адамдардың қатарына қоспаймын өзім.